Абайдың табиғат лирикасы. Абай Құнанбайұлы қазақтың ұлы ақыны, сазгері және ойшылы, қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы және оның алғашқы классигі. Абайдың өлеңдерін оқығанда табиғаттың әртүрлі құбылысы көзіне елестейді. Жаратылыстың жайдары жазын, түсі суық тұманды күзін, не болмаса сақылдаған аязы мен қарлы боранның өзін көріп тұрғандай боласың. Ақ киімді денелі ақсақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы аққырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы үскірік аяз бен қар, кәрі құтан қыз келіп әлек салды. Ұшпадай бөркін киген оқшырайтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сіліксе қар жауып мазаңдалды. Борандай бұрқ сарқ етіп толданғанда, алты қанат ақ орда